Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер, бастауыш сынып мұғалімдері. Биылғы жаңа оқу жылы 1 және 2 сыныптарда елімізде орта білім мазмұнын жаңарту аясында жаңартылған оқу бағдарламалары енгізіледі. Бұл бағдарламалардың басты ерекшелігі неде деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Ең бастысы оқу бағдарламаларының негізгі 4 тұғыры болуы. Бұл біріншіден құндылыққа бағдарлы, яғни жалпы адамзаттық ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, еліне, халқына риясыз қызмет ететін білімді ұрпақ тәрбиелеу. Міне осы идеяны жүзеге асыру негізінде ғана біз мәңгілік ел идеясына қол жеткізе аламыз. Екіншіден, бұл интеграция мәселесі, яғни пәнаралық байланыс, өмірмен сабақтастық, яғни әр пәннің өз алдына жеке объектісімен ғана шектелмей, олардың бір-бірінің қалыптасуына, дамуына ықпал етуі. Бұл 1 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейінгі пәндер арасында сабақтастықты сақтайды оқу бағдарламалары. Үшіншіден, бұл әрекеттік тәсілдеме. Неліктен әрекеттік? Өйткені білімнің негізі тәжірибе. Тәжірибесіз білім, ол кісіден сұрап алған тонмен тең. Той үстінде тоныңды сұрап алса, не істемексің? Яғни мектепте жаттанды білім, ол мектеп табалдырығынан шыға бере ұмытылады деп Әлихан Бөкейханұлы айтқандай, шын мәнінде оқушының жаттанды білімі оған өмірде қолдануына мүмкіндік бермейді. Сондықтан да оқушы білім мазмұнын оқу әрекеті негізінде игеруі, өзіндік тәжірибеден өткізуі тиіс. 4-ші басты тұғырдың бірі бұл бағалау жүйесі. Біз осы уақытқа дейін күнделікті оқушының оқығанына, мазмұнын айтқанына, немесе сауатты жазу, есеп шығарғанына түрлі критериялар бойынша 5-тік баға, 4-тік баға, немесе 3-тік баға бағалап отырдық. Бұл жүйені жаңартудағы мақсат оқушының білім алуына, үйренуіне мүмкіндік беру. Яғни оқушы күнделікті қалыптастырушы бағалау негізінде оқу мақсатына қол жеткізу қадамдарын жасайды. Сол арқылы тақырыптың бөлімнің аяқталу кезеңінде ғана бағаланады. Яғни бұл мүмкіндіктерді енді қазақ тілі оқу бағдарламасында қалай көрініс табады? Қазақ тілі оқу бағдарламасы негізінен сөйлеу әрекетінің 4 түрі: тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым мақсаттарына негізделген. Және тілдік нормалардың қолданысы бөлімі бар. Бұл коммуникативтік тәсілдеме арқылы оқытуды жүзеге асыратын болғандықтан да, бұған дейінгі сіз білетін тіл дамыту, байланыстырып сөйлеу мақсаттарыңыз алдыңызға қойатын. Бұл тыңдалым, айтылым бөлімінде жүзеге асырылады. Мәтінмен жұмыс бұл оқылым бөлімінде жүзеге асады. Сауатты жазу, емле мәселелерінің барлығы да бұл тілдік нормалардың қолданысы және ішінара жазылым мақсатында жүзеге асады бөлімінде. Бұған дейінгі шығармашылық жұмыс, жазба жұмысының түрлерінің барлығы бұл жазылым бөлімінде қарастырылады. Оқу мақсаттарының барлығы әр бөлім бойынша күтілетін нәтиженің етістікке назар аударуымыз керек. Оқушы нені анықтауы керек, нені білуі керек, нені ажырату керек, нені салыстыру керек, нақты белгіленген. Егер де осы оқу мақсаттарының санына келетін болсақ, тыңдалым, айтылым бойынша небәрі 7 оқу мақсаты бар. Оқылым бойынша 6 оқу мақсаты, жазылым бойынша 7 оқу мақсаты және тілдік нормалардың қолданысы бойынша 10 оқу мақсаты бар. Бұл оқу мақсаттарының барлығы 1-2 сыныпта мысалға 136 сағат болатын болса, жылдық 136 сағат барысында қайта айналып осы мақсаттарға оқушының қол жеткізуіне мүмкіндік беретін сабақтар ұйымдастырамыз. Бірақ әр 90-да сабақтың негізгі мазмұн контексті өзгереді.
Неліктен? Өйткені әр сыныпқа, бастауыш сыныпта 8 ортақ тақырып белгіленген. Бұл ортақ тақырыптар өзім туралы, менің отбасым және достарым, менің мектебім, менің туған өлкем болып басталады. Және осы ортақ тақырыптар аясында оқу мақсаттарын жүзеге асыру, осы тақырыптың төңірегінде мәтіндер арқылы грамматикалық тақырыптарды мақсаттарға қол жеткіземіз. Ал қандай мәтін қолданамыз? Мәтінні балаға тілі жеңіл, ауыз әдебиеті үлгілерінен бастап, балалар әдебиетінен және аутентті мәтіндерді кеңінен қолданамыз. Мәтін негізінде пунктуацияны, мәтін негізінде грамматиканы меңгеру оқушыны жаттандылықтан қолдануға қарай жетелейді. Оқу мақсаттарын жүзеге асыру қалай жүзеге асады? Оны арнайы бір белгіленген қағида рецептісі бар ма дегенде сұрақ туындауы мүмкін. Яғни тыңдалым айтылым бөлімінің мақсаты мен қатар жазылым бөлімінің мақсаты, немесе оқылымның нәтижесінде тыңдалым айтылым мақсаты да, немесе жазылым мақсаты да жүзеге асыру. Бұл қалай сонда? Өйткені тек қана бір оқу мақсатына көңіл аударып, сол оқу мақсатымен сабақты ұйымдастыру мүмкін емес. Өйткені тілдің құрылысының өзі ол тыңдау, сөйлеу, оқудың нәтижесін не айтасың, не жазасың. Яғни олар тұтас дүние, бір-біріне кірігіп атқан дағдылар. Сондықтан да бұл оқу мақсаттарына қалай қол жеткіземіз? Осыған баратын оқушының әрекеті дұрыс болу үшін біз оған баратын жолымыз қандай болу керек екенін анықтап алуымыз керек деп Әл-Фарабидің айтқан пікірі осы жерге нағыз біздің бағдарламаға саймасай келеді. Себебі оқу мақсатына қол жеткізу үшін оқушының мақсаттарын, әрекетін мұғалім жоспарлайды. Мұғалім осы жерде оқушыға қолайлы эмоционалдық орта, яғни оқушы мен оқушы немесе оқушы мен мұғалімнің коммуникациясын ұйымдастыру, оқу мақсаты арқылы интеграцияны жүзеге асыру, оқушының белсенді әрекеті, яғни оқушының тілдік бірліктермен тәжірибе жасауына мүмкіндік берілуі керек. Бұл қалай жүзеге асады? Оқушы жеке өз бетінше үнемі оқуы, дағдылануы мүмкін емес. Сондықтан да оқу бағдарламасын жүзеге асыру үшін жұптық жұмыс, топта талқылау, мұғалімнің көрсетілімі, оқушының тәжірибесі, топтағы талқылаулар ықпал етеді. Бұл әдіс тәсілдердің барлығы қалай жүзеге асыру үлгісі оқу жоспарында үлгілері көрсетіледі. Жаңа зат деп қабылдайтын біздің тыңдалым айтылым дағдысына көңіл бөлгім келеді. Осы жерде бір затты ескеру керек. Оқушының жас ерекшелігін, оның психологиясын, зейіннің тұрақтылығын ескере отырып, біз оқушыға беріліп отырған тыңдалым материалының көлеміне назар аударуымыз керек. Егер бірінші сыныпта 30 секунд, 1 минутқа дейін ғана тыңдау материалын беретін болсақ, екінші сыныпта 2-2,5 минут ары барғанда ұзақтығы осыдан аспау керек. Неліктен? Өйткені қалған уақыттың барлығы оқушының мақсатсыз уақыт өткізуіне айналып кетуі мүмкін. Сондықтан да оқу үдерісін ұйымдастыру барысында жұптық жұмыс, топтық жұмыс міндетті ме деген сұрақ туындамауы керек. Жұптық та, топтық та жұмыс болу керек, бірақ ол өзінің мөлшерінде оқу мақсатына бағыттап жұмысын ұйымдастыру, оқу әрекеті орындалатын ғана сәтте берілуге, өлшемде берілу керек. Яғни жұпта талқыла 1-2 минут, топта талқыла 2-3 минут. Онан артық көп уақытты оқу мақсатына қол жеткізуге кері әсер ететіндей қылып ұйымдастыруға болмайды. Сондықтан да құрметті ұстаздар, оқу бағдарламасы жөнінде, оқу бағдарламасын жүзеге асыру туралы біз сіздермен әлі де кездесіп айтамыз. Бүгінгі оқу бағдарламасы мазмұны жайындағы сіздермен осы қысқаша пікір алмасуымды осымен аяқтаймын. Қош, сау болыңыздар.